Сәлем достар, мен бүгін сіздермен корндок дайындайтын боламын. Бізге керек заттар: сүт, бір жұмыртқа, ұн және разрыхитель. Алдымен жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Оны жақсылап араластырып, үстіне сүт құямыз. Сосын шым тұзымызды және разрыхителімізді қосып араластырамыз. Енді ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Массамыз сұйық болып қалмау керек. Массамыз дайын. Енді оны өзімізге ыңғайлы болу үшін шұңғыл ыдысқа құйып аламыз. Енді таяқшаларға сосисканы сұғып шығамыз. Барлығын сұғып болдық. Енді шұңғылдау ыдысқа май құйып қыздырып аламыз. Видеодағыдай ыдысқа құйып алып, сосискамызды батырып, майға салып қуырып аламыз. Майды қатты қыздырып жібермеңіздер, шикі болып қалуы мүмкін. Осылай қызарғанша қуырып пісіріп аламыз. Осымен корндогымыз дайын. Дәмі өте керемет болды. Балаларыма қатты ұнады. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді өтінемін.